Сәлем достар. Біз өткен видеоларымыздың бірінде айтқан болатынбыз, яғни адам өмір барысында 3 түрлі рөлді ойнап, әртүрлі эго қалыптарда болады деп. Оның біреуі ата-ана, екіншісі бала, және үшіншісі ересек адамның эго қалпы. Бүгінгі видеомыз сол ересек эго қалпына арналады. Сонымен адам қандай жағдайларда ересек эго қалпында болады екен, және қандай кезеңдерде ересек позициясында болады екен. Сонымен біздің бойымыздағы ересек эго қалып қандай жағдайларда көрінеді екен. Бұл ең алдымен жағдайға және өз мүмкіншіліктерімізге салқын қанды дұрыс баға бере білген кезде. Екіншіден, әрекетке даяр болған кезде. Үшіншіден, жоғары деңгейде ұйымдастыра білген кезде. Төртіншіден, ойластырылған рационалды әрекетке барған кезде. Және де логикалық ойлауды қосқан кезімізде. Артық эмоцияларсыз әрекет еткен кезде. Осы жерде және қазір өмір сүрген кезде. Біз ересек позициясында болған кезде жұмыс істейміз және ақша табамыз. Жоспар құрамыз, ойластырамыз, салқынқанды фактілер мен өзіміздің шынайы мүмкіндіктерге сүйенеміз. Басқалармен тең дәрежеде араласамыз. Өзіміз үшін және басқалар үшін де оң шешімдерді шығарамыз. Өзімізді жайбарақат және сенімді сезінеміз. Ешкімге ештеңе дәлелдемей, тек өз мақсатымызға сәйкес әрекет етеміз. Бұл позиция біздің балалық шағымыздан келмейді. Бұл өз ата-анамыздың әрекеті де емес. Олардың мінез құлқында қайталау болмайды. Бұл қалыпты біз тек қана өз бетімізше өсіріп, қолдана алуымыз керек. Сонымен, қымбатты тыңдарман, сіздің бұған не алып қосарыңыз бар? Төменде пікір бөлімінде жаза кетіңіз. Бізге тіркеліп, лайк баса отырыңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көріскенше күн жақсы болсын.